Біз бұдан былай балалар үйіндегі әлімжетке шыдап жүре алмаймыз. Біз өз заңымызбен өмір сүруге тиіспіз. Менің ойыммен келіседі деп ойлаймын сендер. Әрине келісеміз. Бізді олай қорлауға да ешкімде қақысы жоқ. Мен көше заңымен өмір сүруге дайынмын. Бекарыс келісумен келісеміз ғой. Бірақ қалай күн көреміз, қайда түнейміз, не жеп не ішеміз дегендей. Амалдаймыз. Бірақ менде бір ұсыныс бар. Қандай? Біз барлығымыз топырлап жүретін болсақ, адамдардың көзінен көріп қаламыз. Сондықтан балалар, біз жұбаныш екеуміз екі топқа бөлінейік. Себебі біз екі үлкенбіз. Олай болса ең алдымен түнейтін орын дайындайық. Қалған мәселелерімізді ертең ақылдасамыз. Рома, сен маған ештеңе айтқың келіп отқан жоқ па? Жоқ. Онда неге табыс азайып кетті? Әлде мені алдап жүрген жоқсың ба сен? Жоқ, мүлдем олай емес, Шыңғыс аға. Сізді алдап, ажалынан бір күн бұрын өле алмай жүр дейсіз ба? Байқа. Әлде менің орнымды алғың келіп жүрген жоқ па сен? Жоқ, ол не дегеніңіз? Құдай сақтасын. Қалай аяққа тұрғыздым, солай сындыра салам, мені білесің. Қанша табат, соның бәрін санап, маған әкеліп отыр. Жарай ма? Жарайды.
табыстары жаман емес. Жаман емес. Бұлай жалғастыра беретін болсақ, күн көрісіміз жақсы болатын секілді. Бірақ бір жерге келе бергеніміз болмас. Ертең басқа жерге барайық. Әрине басқа жаққа бару керек. Бұл күні келсе қолға тұспауымыз мүмкін. Бегас қайда барамыз дейді, сонда барамыз ғой. Балалар, ұрлық асыл қапамайды. Осы істі тоқтатып, басқа кәсіппен айналысайық. Қыздарым, біз аналарың екеуміз бір жұмыстармен кетіп бара жатырмыз. Ал сендер кешке дейін әжелеріңнің үйінде бола тұрыңдар. Ал мына ақшаға керек нәрселеріңді аларсыңдар. Әкешем, ойындамай барып келе беріңіздер. Асықпай қойыңыздар. Әжімізді сағынып кеттік қой, қасына біраз болайық. Иә, әкешім, ертең демалыс қой, біз осында боламыз. Ертеңде алып кетсеңіз де болады ғой. Жарайды, әке, кете беріңіз, біз өзіміз кіре береміз. Жоқ, қыздарым, жүре қойыңдар. Мен сендерді әжелеріңе табыстап кетейін. Балалар, ақша менде бола берсін. Тапқан табысымызды кешке ортаға тастаймыз. Жарайды онда. Жалпы ішінде қанша ақша бар екен? Қанша ақша бар екені маңызды емес. Бастысы ортақ табыс қой. Иә, ортаға тастағанда білеміз қанша екенін. Онда кетсек, мына жерде ұзақ тұрмайық. Жарайды онда, жүріңдер. Я никак не могу понять, почему все время мама ругает меня, как будто я не родная. Все время ругает меня, надоело уже. Аиша, мама енді саған жаман болсын демейді ғой, өзің айтқанын істемегенсің, ұрсады. Не учи меня, я сама буду решить, как буду с ней разговаривать. Аиша, Айару дұрыс айтады. Мамаға өйтіп сөйлеуге болмайды ғой. И ты туда же, я вам повторяю, сама буду решать, как разговаривать. Біреулер анаға зар үрсе, мыналарға қарашы, анасы ренжуін. Қолда бар алтынның қадір жоқ деген осы шығар. Шыңғыс аға, сізге айтатын бір жаңалығым бар. Айта бер. Мына біздің территорияға жаңадан бір боқмұрындар пайда болған сияқты. Кім екенін анықтадың ба? Әзірге жоқ, бірақ жақын арада міндетті түрде анықтаймын. Маған сенсеңіз болады, Шыңғыс аға. Бүгінгі табыс қайда? Сен кім екенін анықта, ертең менің алдыма соларды алып кел. Түсіндің ба? Түсіндім аға.
болды екен олар, а? Балдар, Аллахты доғарайық, ақшаны басқа жолмен табайық. Иә, толықтай келісемін. Не істейтімізді ертең ақылдасамыз. Мама, білесің бе? Сен мені қанша сағынбасаң да, мен сені сағынудан шаршамайын. Өмір бойы күтуге дайынмын. Бірақ менің жүрегім сезеді. Күндердің күнінде мен сені көрем. Өйткені сен мені іздеп келетіндейсің. Бұл жерлерден көрінбейтін алыс-алыс жерлерде жиі-жиі болмаса да, анда-санда мені сағынатындай болып көрінесің. Балалар үйіндегі апай, сендердің аналарың жоқ, олар өліп қалған, немесе сендерді тастап кеткен дейді. Бірақ мен оған сенбеймін, олар өтірік айтады, мама. Сен келетін кезде қорықпа, мен саған ұрыспайым. Білем, сен жұмыстарың шығып қалған ғой. Жұмыстарың біткен соң маған кел. Ақшаң жоқ болса, ештеңе алмай-ақ қой. Маған ештеңенің керегі жоқ. Тек өзің келсең болды. Жүре ма? Мен сені күтем. Сені қатты сағындым.
Сендер кімсіңдер? Ал сен өзің кімсің? Мен ушінің қожайынымын. Сендер кім рұқсат берді жұмыс жасауға? Мұнда жұмыс жасалсын рұқсат беру керек па? Бұл жерде мен ғана жұмыс жасаймын. Інім, баршы бастыға тұрмай. Көреміз. Қазір балдарым жинап келем. Попрошайки, как им не стыдно, ужас просто. Аиша, осы сөмбіруге сөйлей алмай жүре алмайсың ба? А что, им правда, что ли, ходят, попрошайничают? Аиша, әркімнің тағдыры әртүрлі. Олай сыртынан сөйлеуге болмайды ғой. Ой, да ладно, пошли быстрее, а то опоздаем. Қыздар, бізден де бір қандай көмек керек пе? Машиналарың болса, дөңгелегін қарайтып, терезесін айнадай түсіріп береміз. Келісесіңдер ме? Жоқ, ешқандай көмектерің керегі жоқ. Мұнда немене етесілер қалып осында? Не қарауға болмай ма не? Жай сендердің бұл жерде жұмыс істеп жүргеніңіз бізге қызық. Қызықпай ақ қойыңдар, біздер мұнда жетіскенімізде жұмыс жасап жүрген жоқпыз. Күніне қанша ақша табасыңдар, сол жағы қызық болып тұр. Айтпаймыз, оның сіне түкте қатысы жоқ. Өздеріңе қатысы жоқ нәрсеге бастарында ұртып қайтесіңдер. Бізге қызық болып тұрғаны. Бұлай жұмыс жасаған сабақ оқымайсыңдар ма? Қыздар, сендер біз танымайсыңдар, біз сендер танымаймыз. Бір-біріміздің өмірімізге араласпай ақ қойық. Жарайды, жүрдік. Иә, құрметті қайыршылар. Сендер кімсіңдер? Ал сіз өзіңіз кімсіз? Сендерге мына жерде жұмыс жасауға кім рұқсат берді? Бұл жерде жұмыс жасау бір рұқсат беру керек па не? Тілдерің мен жақтарыңа сүйеніп қалған бәлекенсіңдер, ә? Әрине рұқсат беру керек. Кім беру керек ол рұқсатты? Міне, қазір сол адаммен танысасыңдар. Менімен бірге жүріңдер. Біз ешқайда болмаймыз. Сіз кімсіз өзі? Ағай, біз ешкімге тиіскен жоқпыз. Сіз де бізге тиіспеңіз. Өз жөніңізбен жүре беріңіз. Аға, келген жолыңызда қайтқаныңыз дұрыс болады ау. Ей, боқмұрын. Менің қай жолмен жүредім, сен айтасың ба не? Қайда бар дедім, сонда барасың, ұқтың ба? Ағай, өзіңізден кіші балаларға неге тиісіп тұрсыз? Ұялмайсыз ба? Қазір полиция шақырамын. Басымды ауыртпа ше. Боғалма түсіндір. Бекарыс, қайда бара жатсыңдар? Мына кісі кім? Білмем, танымадым. Мен бірге жүріңдер, бет бара жатыр. Қайда? Сендер бір-біріңді жақсы танитын жатсыңдар ғой, ә? Қас сендер менімен бірге барасыңдар. Түсіңдер ма? Жүріңдер. Жүрші ше. Жүре.
Менің кім екенін білесіңдер ме? Мен осы территорияның, осы қаланың қожайынымын мен. Менің ақ дегенім ақ, қара дегенім қара болу керек. О, түсінікті ме? Бұдан бұлай тапқандардың бәрін маған алып келесіңдер. Қалталардың түбінде бір тиын қалды ма? Қолдарын сындырам. Басқа территорияға барасыңдар ма? Аяқтарын сындырам. Басқа жаққа үмітпен қарайсыңдар ма? Көздеріңді ойып алам. Түсінікті ме? Адан ағаларың сендердің жататын жерлерің алып барады. Бүгіннен бастап осында тұратын боласыңдар. Бәрі түсінікті ғой? Алып кет. Үндерің шықпайтын болсын, ұқтыңдар ма? Қазір жатып ұйықтаңдар. Таңертең ерте барып жұмысқа шығасыңдар. Ей, жат дедім саған, ей! Аяғын сындырам қазір. Айтоқын, білесің бе? Мен өскенде 5 леди боламын. Сен ондай сөзді қайдан білесің? Білем. Көп ақшам, үлкен үйім, машинам болады. Сол машинамен мамамды үйге алып келемін. Мен оны қалай да тауып аламын. Әдемі киімдер алып беремін. Сол кезде мамам екеуміз кафеге барамыз, пицца, шусы жейміз. Сол кезде сені де шақырамын. Келесің ғой, ә? Міндетті түрде. Сен де мамаңды ертіп келесің. Бәріміз бірге қыдырамыз, паркке барамыз. Жарай ма? Жарайды.
сауда үйінің алдында балалар емес па? Менің ойымша оларды біреу қинап жұмыс істейтін секілді. Солай секілді, полицияға хабар беруіміз дұрыс па? Қалай ойлайсың? Бірінші ата-анамызға айтқан дұрыс сияқты. Қанша дегенмен үлкен кісілер ғой, полициямызды тыңдамауы мүмкін. Жарайды, кеттік үйге. Алдымен ата-анамызбен ақылдасайық. Айша, сен маған қарыз екеніне ұмыт қалдың ба не? Мен саған 3 күн бұрын айтқан жоқпын ба? Не, есіңнен шығып кетті ма? Сен маған 10 000 теңге қарызсың. За что? За что? Біріншіден, менің мектепте барлық айтқаным болу керек. Екіншіден, саған тиіспеу үшін сен маған ақша төлеу керексің. Ага, сейчас разбежалась. Я не нуждаюсь в твоей помощи, так что можешь отдыхать в своей сторонке. Өзіңе көп алып тұрған жоқсың ба? Нет. Саған не керек? Бізден аулақ жүр. Папама айтсам, жануды шығарады. Айша, емес сен өзіңе көп алып тұрған сияқтысың ғой? Жоқ әлде шамаң тек қыздарға ғана жете ма? Шамам бәріне жетеді. Қыз ба, ұл ма, маған бәрібір. Көреміз. Көрсек көреміз. Бауырым. Расында, сен шамақыр қыздарға жететін сияқты. Сен кімсің? Саған не керек? Маған ештеңе, бірақ саған таяқ керек болып тұрған сияқты. Қолыңнан келе ма? Күмәнің бар ма не? Жай сөзбен айтқан кезде бұл жерден тайып тұрғаның дұрыс. Қыздарды жайына алдыр, айтпесе оңбайсың. Бір айтқанды түсінбейсің ба? Бұнымен әлі әңгімеміз біткен жоқ. Әлі көрсеміз. Спасибо вам, ребята. Иә, үлкен рахмет сендерге. Оқас жоқ, қыздар. Қаласаңдар, үйлеріңе дейін жеткіз салайық. Иә, жақсы болар еді. Жарайды, жүріңдер, кеттік. Айтолқын, не болды? Бір жерің ауырып жатыр ма? Білмеймін, азан болмайды. Денең қызып жатыр ғой, суыптап қалғансың ау. Денең жанып тұр ғой сен. Ағай!
Не болды? Айтолқын ауырып жатыр. Дәрігер шақыру керек. Жатыңдар дедім ғой сендерге. Аға, біз әзілдеп тұрған жоқпыз. Ең болмағанда дәріханадан дәрі әкелу керек. Не де адамсыздар, мында адам ауырып жатыр, о, скорый шақырыңыз, болмаса дәріханаға барып, дәрі алып қайтыңыз. Sağlığın тілеймін, майор мырза. Біреуді іздеп жүрсіз бе не? Таппасаңыз айтыңыз, тауып береміз. Сен өзің қалай ойлайсың? Ойлап жүрген адамда ми болу керек. Бізде қайдағы ми? Біз қарапайым адамбыз. Ауданымыз тыныш, қылмыс жоқ. Бізге ешкім тиіспейді, біз де ешкімге тиіспейміз. Шыңғыс, сен ғой маған өтірік ақымақ болмайық қой. Мен сенің немен айналысып жүргеніңді жақсы білем. Айналысып жүргені сіңнің де соңы жақындап қалды. Дәлелің бар ма? Дәлел болады. Сен ол жағын ойымдама. Жақсы. Дәлел болған кезде сөйлесеміз. Әзірше аман болыңыз, майор мырза. Айтолқын, уайымдама, қазір жақсы болып кетесің. Мына дәрі өте мықты дәрі. Рахмет сендер бала. Сендер болмағанда не істер едің? Оқасы жоқ, Айтолқын, біздер бауырлар емеспіз бе? Бізден сауып кеткенше ешқандай да жұмысқа шықпаймыз, солай ма балалар? Әрине, Айтолқын толса қанша біз оның жанында боламыз ғой. Саған қазір күтім керек. Сондықтан біз сенің жаныңнан кетпейміз. Біз бір-бірімізді ешқашан тастамауымыз керек. Біз сенің жаныңда кезде еш нәрсеге алаңдамай толы емделіп алған керексің. Қазір Рома келіп, жұмысқа барасыңдар десе не істейміз? Біз жаңа келіскен жоқпыз ба? Айтолқын толық сауыққанша ешқайда бармаймыз. Әке, кеше көшеде біз бір балаларды көрдік. Менің ойымша оларды бірі қинап жұмыс істететін секілді. Оны қайдан білдіңдер? Олар сауда үйінің алдында машина жүріп жүрген, ал кеше көшеде қайыр сұрап отырды. Бізге жоқ, Ағдай күмәнді болып тұр. Әке, полицияға барып сол балалар жайында хабар берейікші. Иә, оларға көмектесу керек сияқты. Әке, өтініш барайықшы полицияға. Жарайды қыздарым. Міндетті түрде барамыз. Мам, мы вчера познакомились с ведомскими ребятами. Они нам очень помогли. Старший из них сказал, что они никогда не видели своих матерей. После этих слов я очень пожалела, что все время ругаюсь с тобой. Теперь я не буду с тобой ругаться. Прости меня, пожалуйста, я тебя очень люблю. Жаным сол. Мен де сені қатты жақсы көрем. Келе ғой жаным, қасыма отыршы. Мам, мен ше? Алтыным менің. Сенің орның бөлек қой, келе ғой. Мам,
Кеше олар біреу қойнап жұмыс істетіп жүргенін де айтты. Біздің оларға қатты жанымыз ашып кетті. Олар негізі өте жақсы балалар екен. Иә, қызым, әркімнің тағдыры әртүрлі. Сол үшін әрбір минутымызға, әрбір секундымызға шүкір етуіміз керек. Так, ертең сендер ерекше тапсырмаға барасыңдар. Сендерге 2 мекен-жайды айтам. Ол үйде уақытша ешкім болмайды. Сендер 2-ге бөлініп сол үйді тонайсыңдар, ұқтыңдар ма? Біз ешқайда бармаймыз. Көрмей тұрсыз ба? Айтолқын ауырып жатыр. Сен қайда барасың? Қайда бармайсың? Өздері шешетін болғасыңдар ма не? Иә, өздеріп шешеміз. Не істей аласың бізге? Сендерге жан бітейін депті ғой? Саған түсіндіріп айттық қой, Айтолқын ауырып жатыр. Ол жазылмағанша біз ешқайда бармаймыз. Сіздер жек бармауызы, көріп тұрған жоқсыз ба адам ауырып жатқанын, жанаша білмейтін жана болып кеткенсіңдер ма? Сонымен жұмысқа шықпаймын дейсіңдер ғой, а? Жарайды. Олай болса сендерге нан да жоқ, су да жоқ. Қарындарың ашқаннан кейін өздерің ақ жалынып келесіңдер. Балалар, маған қарамай-ақ, жұмысқа шыққандарын дұрыс емес пе? Жоқ, бармаймыз едік, бармаймыз. Қарнымыз ашашы. Өлмеспіз. Біз көп нәрсеге шыдадық қой, ашыққа да шыдаймыз. Иә, дұрыс айтасың, біз неге шыдамадық, бұған да шыдармыз. Шыдаймыз, ол проблема емес. Привет, Казына. Сәлем, қалайсыңдар? Все хорошо, у тебя как? Бәр жақсы. Кешегі балаларға көмектесеміз деген ойдан айнаған жоқсыңдар ма? Жоқ, айнаған жоқпыз. Олар бізге көмектесті. Біз оларға көмектесуге міндетіміз. Дұрыс айтасың, Айару. Чтобы им помочь, нам нужен четкий план. Кеше үйдегі ақылдасқан жоспарымыз ше? Ол қандай жоспар? Мен де білу керекпін ғой. Короче. Майор мырза, менің қыздарым бір кісілердің бірі жасөспірімдерге мәжбүрлі түрде жұмыс жасатып жүргенін көріпті. Сол жайында сізді хабардар етейін деп әдейі келдік. Қане қыздар, не көрдіңдер, айта қойыңдар. Біз ол балаларды түрлі жұмыс жасап жүргенін көрдік. Ал кеше көше ортасында қайыр тіліп жүр. Осы жағдай маған күдікті көрінеді. Егер олардың істеп жүрген жұмыстары болса, ертеңіне көшеге шығып қайыр сұрамайтын еді ғой. Солай ма, ағай? Әрине. Полиция ағай, оларға міндетті түрде көмек керек сияқты. Жарайсыңдар, қыздар. Қыздарыңыз қырақ екен. Бұл істен біздің жалпы хабарымыз бар. Бұның барлығын ұйымдастырып жүрген мынау болады. Бұл Шыңғыс деген қаламызға белгілі қылмыскер. Бұны қолға түсіру үшін арнайы операция ұйымдастырылып жатыр. Сондықтан да бұның қылмыс әлеміндегі күндері санаулы қалды. Ал сіздің қыздарыңызға рахмет. Бұндай қырағы қыздарымыз барда, біз еліміздің болашағына сеніммен қарайтын боламыз.
қыз. Сен ғой маған өтірік ақымақ болмай қой. Мен сенің немен айналысып жүргеніңді жақсы білемін. Айналысып жүрген ісіңнің де соңы жақындап қалады. Дәлелің бар ма? Дәлел болады. Сен ол жағын уайымдама. Жақсы. Дәлел болған кезде сөйлесеміз. Шақырдыңыз ба Шыңғыс аға? Кел, отыр. Не ана боқмұрындар? Әлі ашаршылыққа шыдаймыз деп жатыр ма не? Иә, айтқандарынан қайтпайтын бәлеген өздері. Бірақ көнеді ғой, уайымдамаңыз. Мен оларға уайымдамаймын. Олар проблема емес мен. Менің уайымдап отқаным басқа нәрсе. Ана майор есінде ме? Мен танау. Сол 1 жыл болды бар ғой, артынан қалмай жүрген. Мен басында ойлағам жайма деп. Ал қазір мен территориямдан шықпайды. Тым іскелеп бірден кездеп жүр. Бір қадалған жеріне қан алатын айуан екен. Бұның арты жақсы болмайды негізі. Мен сеземін жақсы болмайды. Бізге бір әрекет жасау керек. Сен былай істе, бар да, бүгінгі тапқан табыстың бәрін алып кел маған. Біз ақшаның бәрін жинап, адам таппайтын жерге жасыруымыз керек. Бір тиын қалдырмай жинап маған алып кел. Ұқтың ба? Ана боқмұрындармен өзім сөйлесемін. Түсіндім. Бара берейін ба? Бар. Ей! Сен алақ-жұлақ етпей артыңа қарап жүрші. Сен де сол майордың қармағындасың. Байқап жүр. Түсіндім аға. Малика, мынау менің құрбым Айша, ал бұл оның сіңлісі Айару. Өте қуаныштым, менің атым Малика, ал мынау менің құрбым Жансая, сіңлілері Айсулу, Адиля. Итак, с чего начнем? Кешегі жоспарымыздан бастай берейік. Ана кет бара жатқан сол ғой. Кім ол? Полиция осы кісінің суретін көрсеткен. Я, мынау сол. Бәріне кінәлі сол кісі деді. Девчонки, за мной.
Ей, не yapıp жүрсіңдер? Не істеп жүрсіңдер? Жай, мы пришли к своим друзьям. Ағай, біз достарымызға келдік. Олар Османда тұрады. Ен таппа деп жүрген едік. Егер сіз білсеңіз айтып жібересіз бе? Расында білсеңіз айтып жіберіңізші. Мен сенден достарын аңдып жүрмін бе не? Баңдар мына жерден. Бол жылдам. Ана боқ мұрындарға қара, еркінсіз кетіп жүрмесін. Жақсы. Тыныш па? Тыныш. Руслан, мен ішім сезеді. Тығырыққа тірелдім. Біраз болмаймын мен. Мынау. Аманат саған, тапсырдым. Бір тиын жоғалатын болса, желкеңді жөн мені білесің. Ұқтың ғой? Бір тиын жоғалмасын. Жақсы. Адам таппан жерге тықпай. Түсіндім аға. Жақсы. Аман бол. Ребята, сюда, следите за нами. Жігіттер, Шыңғысты қолға түсіретін кез келді. Оның істеген қылмыстарының барлығы толықтай дәлелденді. Енді тек қана қолға түсіру қалды. Ал жігіттер, іске сәт кеттік онда.
балалар үйіне қайта бармай-ақ қояйықшы. Менің ол жаққа қайта оралғым келмейді. Білесің бе, менің армандарым көп. Ал ол армандарым орындалу үшін мен балалар үйіне бармауым керек. Естедің ма? Бір кинода армандар орындалу үшін еркіндік қажет деген еді ғой. Уайымдама, Медина. Енді ол балалар үйіне сен қайтып бармайсың. Тағы да сен бе? Саған не керек? Сен бізді андырыпсың ба? Бізден саған не керек? Балалар, бұл кім өзі? Танымадым ба? Сен де балалар үйінен боласың ба? Жоқ, өткенде таныс қалғанбыз ғой. Бұл өзінше бір территорияның қожайыны екен. Балалар, мені кешіріңдерші. Қоспай-ақ қояйық. Бүгіннен бастап дос болайық. Боқмұрандарға ие бола алмаған сүмілік.
О, майор мырза. Мен сені күтіп қалдым. Шыңғыс, осымен барлығы бітті. Істеген ісіңе толықтай жауап бересің. Мен жеңдім деп ойлап тұрсың ба не? Әңгімені алды. Sağolun тілеймін, майор мырза. Көріскенше. Қорқпаңдар балалар. Бұл полиция. Енді мүлдем қорқпасаңдар болады. Қылмыскерлер толықтай қолға түсті. Ал сендерді ата-аналарыңыз іздеп жатыр. Ал сендер енді жаңадан ашылған мектеп-интернатына барасыңдар. Ол жерде сендерге ешкім әлімжеттік жасамайтын болады. Мен оған кепілдік беремін. Сендердің болашақтарың бізге аманат. Болашақта жақсы азаматтар мен азаматшалар болып өсулеріңе мен сенімдімін. Ең бастысы, қатты риза болғаным, сендердің бір-біріңе деген достықтарың мен қамқорлықтарың. Жарайсыңдар балалар. Бүгін бізде қонақта бүкіл қаламызға белгілі таяуда заңсыз жұмысқа жегілген жасөспірімдерді құтқарып қалған полиция майоры Қарсыбаев Мақсат келіп отыр. Майор мырза, жас жеткіншектерге қандай тілек айтар едіңіз? Қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей, мынау жасөспірім балаларды жұмысқа салу көбейіп барады. Бұл жерге қоғам болып қарсы шығуымыз қажет. Балаларға әлімжеттік көрсетуді тоқтату ол әрбір азаматымыздың міндеті. Біз керісінше балаларды адалдықпен, достыққа, бауырмалдыққа үйретуіміз қажет. Бақытты, дені сау, адал балалар еліміздің жарқын болашағы. Майор мырза, мен сізге мына ақшаларды тапсырайын деп келіп отырмын. Сіз кімсіз өзі? Және бұл қандай ақша? Бірнеше күн бұрын
Сіз қолға түсірген Шыңғыстың інісі боламын. Ол мына ақшаларды маған тапсырып кеткен болатын. Кеше сіздің интервьюіңізді көріп отырып, бұл ақшаларды жетімдер үйіне тапсырған дұрыс деп шештім.